алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова. Чалышан вешімдікіді қаға бойле мәлімат. Қырымда Белеучеде Ахметхан Сұлтанын қатырасына аңдылар. Бақчысырайда мектеп құружилығы не вақыт девам етірілежек. Ерішілігі Бақчысырай тарафтан Петри платосына кеткен елны қапатты. Исмаил Гаспринский адына китапханемізде яңы нешір пейда олды. Дженті құзерінде кім чалышты. Иштен қавғанен кетув. Керет шершурасының ресі Майя Хужна ве оның муавена Лариса Шербола бүгінгі топлашудан соң иштен бошатылдылар. Бұның себебі Ленинград блокадасына көрген ветеранларыны зиярет етувнен бағла. Мемор қадынлар мұсафырлеке медалер, чечеклер ве бірер отмек бақшышыттылар. Қырым елбасшысы Сергей Аксенов бұл адесяны кейік деп падлады. Ве бұл вақанын іштіракчыларыны іштен бошатмақ әмдеме бос мандатларындан четлештірмек қырарыны білдірді. Қамачавны башларындан кечерген ветеранлар ісі Қырымның шифаханелеріне йоланыла жақлар. Отар мойнақ көнде пляж ве бор ерде олмаған дені сәлендегі экосистемаға зарар кетірілігі девам етмекте. Район мемориеті чықарған қарарға бақмадан қанунсыз құручылық аляда бозылғаны жоқ. Бұл ерге келіп мәселені чөзмек үшін Девлет Думаме бұсы Руслан Балбек етіп келді. Корышев нәтижесі насыл олған ақында бізімлеп қамыз. Қызғын мұзакере весі жақ давалар. Бүгін қасаба тамам бойле яшай сәкінлер, не епмаға білмейлер. Ғарби ялының уникаль табиаты инсафсыз жа йоқ етіле. Пляж-то у нас забирают, просто там распахали, смешали с черноземом. Барханы были, теперь все выносится в это поле песок. Көйлілер муниципаль акимиеттен денізге яқын ерлешкен қанунсыз құручылық иқылынувны талап етелер. А здесь вот это варса, какие-то люди, варяги какие-то, налетели с бульдозерами. Как ахнули тут все. Бұндан да ғайры оларны да бір шейратсызлай. Денізге яқын ерде әр бір топрақ дамартасы янында телефон номерасы ве сатылығы ақында илян бар. Да бірде мемориет бинасында ташылмас мал-мульк агентлігі ерлешті. Здесь каждый участок продают по миллиону. Каждый участок по миллиону. Вон телефоны стоят. В чистом поле телефоны. Құручылықны алып барғанларға объектны бозып, бозуларны доғыртмақ үшін мудетлер берілген еді. Айралда январдың 20-сіне әрше доғыртылмақ керек. Он эти требования не выполнил. Подготовлен проект иска, изучен администрацией. Мы изучали указанный проект иска, согласовали. Администрация сельского поселения предъявила иск в суд. Иск составлен корректно. Мемориетте бұндан әвелге сайыпны білелер. Окой мемориетінің елбасшысы Олег Русецкий айтқанына көре, топрақ дамартасының бір қысмыны сатты ве бұл ерде құручылық башланды. Шымдыки сайыпнен мемориетінің елбасшысы да субет етмеді. Данный гражданин не подходил, не объявился в администрации поселения и самовольно приступил к застройке. Ханун хаба шекелінде бұзғаныны өз көзінен көрмек үшін Руслан Балбек келді. Ерлі сәкінлерінің мұражатлары бойынша бұл меселені Девлет Думаме бұсы шақси незаретіні алды. Парламентарий қошты ки, бұл меселені чезмек үшін муниципаль акимиетінің күчу етірлі олғанына бақмадан бұл суалмен юксекче севеде ұғраша жақлар. Сегодня был подан иск об обеспечительных мерах и уверен, что уже силами общественности, администрации, контроля региональной власти мы не только не допустим дальнейшего строительства, и этот объект, уверен, будет снесен, так как все мыслимые и немыслимые нормы закона нарушены. Яқын вақытта махкеме қаршы даваны бақажақ, ве қанунсыз құручылық бозылуы ақында суал қойылacak. София Шукурова, Руслан Минаев, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Кечкен ратлық күнлері Қырымда Фсаневе үшіжі ватанымыздың қараманы ве құручысы Ахметхан Сұлтанын қатырасын аңдылар. Тедбірлер Жұмқұретіміздің чешіт регионларында кечіралды. Ахмеджете Мирасим насыл кечкен ақта бізімлев қамызда. О ком вы вести черный? Закрыты сокола глаза. Над коровами почетными пустыми стали небеса. Қырымда намқазанған артист Марлен Усманов Ахметхан Сұлтанға бағышланған шерні оқуй. 1971 сенесі февральның бірінде оның әлек олғаны ақта хабер бүтін совет бірлігіні шашыртты. Әр елі кедефа қараман әлек олған күні қырымлылар үчүчінің рухына дуа оқуйлар. Сонра қытыра тақтанын янында чечеклер қоялар. Много говорилось о его подвигах
о его жизненном пути. И то, что он человек с большой буквы, это заслуга всех нас, его родителей, жителей Крыма, его соотечественников. Вечная память. Adetинce onun hatırasını Ahmetхан Sultan'ın adına meydanında analar. Uçucunun adını meydan 99. senesinden beri taşıy. O vakit Ahmedci Şehir Şurası'na böyle teşebbüsünden Kırım'ın Aksakallar Şurası müracaat ettiler. Onlar kol tuttular. Ondan sonra bu meydan, Bazar meydanı oldu площадь Ahmetхан Sultan'a. Дважды Герой Советского Союза. Ahmetхан Sultan tek vatan horçalayıcısı olarak değil de vatanperver insan olarak belli. O halkımız kanunsuz sürgün ediluvunun şahatı oldu. 1956 senesi Firha işçilerinin beraberlikte Merkezi KPSS komitetine yollanılgan mektupunu imzaladı. Mektup halkımı saklanılmak gerekliliği aktaydı. İmzalarını Eskender Umerov topladı. Okudu. Aldı ruçkayı şart etti, kol koydu. Ben sana dedi, oğlum dedi vereyim adresini. Gafarov ablakim, general dedi varsan dedi, o da kol koyar dedim. Ay, general getirdi demeyin. Ahmedci'nin merkezinde uçucunun dostları da toplandılar. Aviasyonun general mayoru Viktor Sharov Ahmethan Sultan'ın beraberlikte Gvardeyska garnizonunda çalışaydı. Anda Kahraman'ın doğan gününe, yani Oktyabr'ın 25'ine onun adını en yakşı ekipaj ve uçağa vermeye planlaştıralar. Мы обратились к главнокомандующему воздушных и космических сил России, который дал разрешение. Я передал это письмо. Sovet Birliği'nin iki defa Kahraman'ı doğan gününün 100 yıllığı ise Kırımlılar Ahmethan Sultan'ın adına meydanda. Onun yanı büyük heykeli o günde kaydedecekler. Sefer Şukurova, Fatime Sidametova, Rafael Vahidov, Millet için. Tantanalı Çiçek Qo'ylovi merasimi Qachi qasabasında da keçti. Mında Qırımşayынан elak olgan kunine başlangan miting rekviem o'tkazildi. Tafsilotlar ile muxbirimiz Ayşe Shulakova devam etdi. Қачыда Қараман авиаторларының истираат паркында адам чоқ. Мында улы учичи сынавчы. Совет бірлігінің 2 дефа Қараманы Ahmetхан Sultan'ның хатырасына анмақ үшін топландылар. Митинг реквием Ahmethan'ın heykeli yanında geçirildi. Tunç büstünü mında keşken sene Mayıs ayında yerleştirdiler. Tamamında okoke yolanma aldı. 39. senesi Qaçıda Mesnikov adına Arbi Uçucular Mektebinde kurslarını geçti. Allah'a şükür, mana bizim de vatandaşımızın o'zini yerini taptı. Hepsinin çayresi var. Kelip ko'rmaga to'gavekda mana Tulber Allah'a şükür bağlarını da getiremiz. Tariximizin bilmek gerekli. Aytılgan gibi tarixin bilmeysen geleceğin yok deyler. Onun için bizim boynumuzun borcu. Tedbirde arbiyler, veteranlar, yerli sakinler ve talebeler iştirak ettiler. Ahmethan bir Kırım halkının kahramanı ol. Bütün SSR'da yerleşken 15 respublikanın kahramanıdır. Adet üzere dua okıldı. Ahmethan Sultan'ın ruhuna El Fatiha. Мектеп talebelері Қараманының en parlaq dakikalarını hatırladılar. Onlar çok oldu. Ulu uçucu 603 Arbi uçup 150 hava uruşlarını geçirdi. Onlardan 30'ını özü kırdı. 19'ını ise başkalarının beraber grupa şeklinde. Cenkten son uçucu sınavcı olup çalıştı. Летчик, легенда. Вот за свое время он налетал 4237 часов, освоил около 100 типов самолетов. Вот, летчик АС в годы войны один из самых результативных летчиков. Мамашай көйінің сакені Рустам Фейзулов митингке турунларынан келді. Айта ки, олар Ahmethan Sultan ким олғанынан мерақланалар. Олар үшін о жесурлік ве ватан перверлікнің нүмнесідір. Олар енді біздер ондай ұлық болacağımız, Ahmethan Sultan gibi біздің халқымызын көтерeceğimiz деп Kırım vilayetinde bizler yaşap Ahmethan Sultan gibi insan olma isteğimiz degen lafları çıkıyor değil. Şanlı uçucu sınavcı yüksek mükafatlar, ordenler ve medaller ile mükafatlandı. Onların arasında 2 defa Sovetler Birliği'nin altın yıldızı, 3 defa Lenin ordeni, 4 defa Kızıl Bayrak ordeni, Alexander Nevsky 1. derece Ulu Vatan Cenkı'nın ve Kızıl Yıldız ordenleri var. Это один из легендарных людей, который прославил и Качу, и нашу родину своими подвигами. И после войны он внес очень большую лепту и вклад, испытания
нашей авиационной техники. Якынларда Көкке Аметханының адыны ташыган учак көтерелечек. Böyle teşebbüsünü 943 sanlı Deniz Harbi Aviasiya polkının veteranları seslendirdiler. Оларында Русияның Мудафа везірлігіне мұрачат еттілер. Министерство обороны одобрило, передало военно-космические силы. Военно-космические силы одобрили. И вот здесь, в Севастополе, в дивизии будет выделен самолет, который будет носить имя Амитхан Султана. Кырым татар шайынның юрегі 49 ел евелсі. Ту-16 учуф лабораториясында невбеттеки реактив көчіріжі сынылған вақыт тоқтады. Аметхан Султан балалықтан көкте учмақ ақында арзу етеді. Оның арзусы керчеклешті. Ве көкте де эляк олды. Евсаневи учичи эбедей девлетіміздің қараманы оларақ хатырланacak. Айша Шулакова, Максим Турчев, Миллет үшін. Улы адам ве шанлы учучы Аметхан Султанын қатырасына оның туғған алып кашерін деңділар. Мевзунын девамы бызым левхамызда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулиллахи раббил алямин. Көкке көтерілген эллер ве қараманның рухына оқылған дуалар. Аметхан Султанның музейінде Эфсаневи учучы эляк олған күннің 49 жыллығына қайдеттілер. Мы вспоминаем имена героев, благодаря которым над нами мирное небо и яркое солнце. Санада Эльдар Аптиви оның сыныфдашлары мектеп тәлебелері Қырым татар миллетіміздің оғлы Аметхан Султанның өмір yolының ең парлақ даққалары ақында саналыштырмалар азырладылар. Он летчик-испытатель, он герой. И в мирное, обыденное время, отправившись в полет от роковой, не на земле погиб, а в синем небе. Его считают героем, потому что у него доброе сердце и дух, как у орла. Иван Алексеев Аметхан Султанның музейіне сық келген мұсафыр. Бірінші кере болынған сон учучының тәжірибе алынен меракланды. Сон тап өзі бұл ерде мектеп тәлебелері үшін экскурсиялар кечіріп башлады. Балалар қараманның арбиджи сәретлері аққанда діңлемеге севелердей. Именно во время войны в Аметхане, наверное, пробудили все эти качества, которые он показывал на протяжении всей жизни, и его героические поступки просто невозможно не отметить и не запомнить. Аметхан Султан 1920 сенесі Алупкада дүнияға келді. Улы ватан женкіні башындан сонки күн геже кечті. 603 арби учув кечірді. 150 ава ұрышында шақсен озы 30 душман учағыны ве группа теркібінде 19 учағыны йоқ етті. Фашистер Совет бірлігіне уджум еткен сон Аметхан Султан бір ел девамында ава ұрышлары кечірулівіні ве тактикасыны огренді. Қызыл қаранфеллер ве даими тішекүр сөзлері. Қатыра ақшамындан сон мектеп тәлебелері ожалар ве ерлі сәкенлер қараманның түнч бюсті ерлешкен ерге yol алдылар. Мы посетили могилу родителей Аметхана Султана и на себе, которые похоронены в Алупке были в 57 и 66 годах на православном кладбище по мусульманским обрядам. Сам Аметхан хоронил своих родителей. Мы ухаживаем за могилой родителей. Бүгін учучылық дүниясында Аметхан Султанны білмеген адам yok. Yıllar keçер несіллер денешер, ама милетіміздің шанлы оғлы Аметхан Султанның ады қатарымызда ве тарихты эбедиен қалажақ. Қорқы білмес учучы пек алчақ гонылы инсан өмірінің 30 yılını көкке бағышлады. Ветамамшу көк оның өміріні алды. Султания Истакаева, Севиля Меметова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Байрам тедбірлері емде бұйқонлар қасабасында кечіралдағында 200-ден зәде бала милли көреш бойынша турнирде іштірак әттілер. Қалған тәфсілатлар бізім левхамызда. Я тебя никогда не предам. Меденет еванде Урьяне Кинжикаеванын Аметхан еры янгырай. Аметхан, до чего же горька судьба, Аметхан, у народа и у тебя, Аметхан. Самими сөзлер дуйгулы макам. Бүгін бұ танылған ерні Рияне Сулейманова ижра етті. Это непростая песня.
Это как бы о таком летчике, о большом человеке. Ее нужно прочувствовать. Бүгін Буюконлар касабасында 200-ден зияде Балаев Саневи учичинин хатырасын анмак үчүн келди. Аметхан Султанын хатырасына багышланган милли күреш боюнча турнир 15 жылдан бери эр-ел кечириле. Я очень рад, что у нас в Крыму под мирным небом мы проводим вот такие мероприятия. Это очень здорово. Рустем Казаков турнирнын шерефли мусафыры олды. Юнан-Рома күреши боюнча олимпик чемпионы кайдетти ки, яш неsil караманымыздын жесаретлерини билеви хатырлай. Они хотят быть героями в спорте. Они хотят быть чемпионами мира, они хотят чемпионами Европы, олимпийскими чемпионами. И они добьются. Почему? Потому что они живут этим делом. Аметхан Султанга багышланган эр-бир тедбирде арби учичилар иштирак этелер. Уларнын арасында Григорий Федь. Ветеран хызмет этүүгө 25 жыл өмүрүн багыштады. 17 жыл давамында учичи оларак чалышты. Арби учичи өз ватандашынын жесиретлеринен гурурлана. Этот человек буквально с молодого возраста посвятил себя служению Родине. И буквально с самого молодого возраста до конца своих дней он служил своей родине, своей отчизне. И в этом плане он буквально пример для всех нас. Шокуню Аметхан Султанын акында хатыра тедбирлер бутун Крымда кечириле. Безусловно, это важно для всех живущих в Крыму, живущих в Российской Федерации, для всех, кто причисляет себя к бывшему Советскому Союзу, потому что этот герой масштабный, дважды герой Советского Союза Аметхан Султан, герой для всех национальностей и для всех народов. Ярышнын сонунда чемпионлар ве калган галиплер тагдырленди. Айша Шулакова, Руслан Минаев, Асан Зивадинов, миллет үчүн. Сергей Аксенов Крымнын баг ве малымат везіріні иштен бошатты. Эмир Жумхуриет акиметнын сайтында нешаретілді. Сергей Зырянов Жумхури малымат везірлігінің елбашчысы оларақ 2018 сенесі июнь айнын ортасында тенленді. Бұндан велі айны везірліктері бернін борынжы муавені вазифесінде чалышты. Ярдым етмек үшін бір күн қалды. Бір яшлы ресми Сулейманованың невбетек амелиятына 400 000 рублей етішмей. Саби юрек құсыры елі доғды. Январь айында ватандашларымыз қыз чықнын ана бабасына 2 миллионға яқын пара топламаға ярдым еттілер. Еллерінде кереклі қадар пара олған соң айле амелият кечірмек үшін yol алды. Ама хастаханеде баланын алы ағырлашты. Шымды ресми реанимация бөлігінде яшамақ үшін көреш девам етмекте. Милли телеканалы да бір кере первасыз қалмаған инсанларны ярдым етмеге чағара. Ярдым көстермек үшін реквизитлеріні экранларыңызда көресіңіз. Бақчасырай тарафтан Петри платосына кеткен елны ер ешілігі қапатты. Бұл елді әрекет сыңғырланды. Кереклі ел шәретлері ерлештірілді. Вақа юз берген ер құрыланды. Бұл ақта Крым автодор идаресінің матбуат қызметі қабиратта бұндан ғайры Ялта тарафындан Петри елында тереме девар қысмен ешілді. Идаренің қадимлері бұл вақаның ақыбетлеріні yok етелер. Бұл қысым машиналар қатнавы үшін ачық. Қырымда ұлы ватан жынқы деварынден қалған невбетекі авиабомба зарарсыз алға кетірілді. 50 килолы харби едек Ахиярның Любимовка көнде шақсы секторынан бір соқағында тапылды. Саперлар оны тапылған ерде yok еттілер, бұның үшін территориясы арып алынды. Всего в операции по уничтожению было задействовано 43 человека, 16 единиц техники. Это с учетом привлекаемых служб правительства города Севастополя, Черноморского флота Российской Федерации, МВД и также МЧС России по городу Севастополя. Всего от МЧС России по городу Севастополя было задействовано 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Данный объект уничтожен полностью, ущерба ближстоящим конструкциям, жилым домам не нанесено. Девлет милетлер ара комитетінің невбетекі иштоплашыва бұл сефер идаренан реберлігі Бақшысырайны зәрет атты. Күрішів шерінің мемориятанды олып кечті. Оз проблемлер ақында тариф етмек үшін 30-дан зәде адам топланды. Тавслятлы жамық бір мазайшы Шулакова девам ете. Это наш 6-й класс, который вынужден обучаться во вторую смену. Бу Бақчысырайда русве Крым татар тиллерінде тасил берген 5-ші санлы мектеп. Оқуф мөссенің бинасында эвеллері бала бақчасы ерлешеді. Оны та совет дәвірінде құрдылар. Одалар кичік сыныфлар толу талебелер 2 сменада оқуйлар. Ерге түшмеймында энді 750 талебе білге ала. Строительство новой школы нам поможет разгрузить эту школу только тогда, когда мы на базе этого здания оставим начальную школу, а 5-11 классы перейдем в новое здание.
Яны мектепні федераль мақсадлы программа бойынша 2016 сененің сонында құрып башладылар. Фундамент төшелді, диварлар тікленілді ве бұннен ишбитті. Малие түшмеді. Құрычы шіркет девлет сымырышының фиятыны 2 кереге азча белгіледі. Хата қачырылған. Здесь вот на 600 мест у нас ранее в 2016 году стоимость данного объекта была расценена в 256 миллионов рублей. Это смешно, конечно. Конечно. Бүгін тефтішілі объектны Девлет Милетлер-ара комитетінің реберлігі Ерлі Акимет ве профиль идарелерінің векелері зиярет әттілер. В 2017 году подрядчиком по данному объекту была пройдена главгосэкспертиза Севастополя и получено положительное заключение по обоснованию инвестиций. И на сегодняшний день инвестпакет у нас имеет сумму 594 миллиона рублей. Мектеп хуруджилығында ғайырдан девам етмек үшін лейхасмета весиқаларыны түзетмек керек. За счет действующей подрядной организации будет проведена корректировка проектно-сметной документации. После этого заход в ГАО РК «Госстроэкспертизы». И после выхода с ГАО РК «Госстроэкспертизы» мы будем понимать, что строительно-монтажные работы будут продолжены. 168 квартиралы evның құрыжылық мейданында да бұлындылар. Бұл объектте де ишлер тоқтатылды. Құрыжы шirket мында да хатта қачырған. У нас была ошибка при определении цены данного объекта. Как это ошибка? Целая секция. Целой секции не хватает? 4 секции. 4 секции. Не хватает по бетону стоимости работ. Правильно? Çok kvartiralı evni 2022 senenin sonunda 2023 senenin başında эксплуатацияға кірсетмеге планштыраlar. У нас в рамках федеральной целевой программы предусмотрено строительство 3 объектов на территории муниципального образования города Бахчисарай. Это строительство 168-квартирного жилого дома, строительство общеобразовательной школы на 600 мест и строительство детского сада в 7-м микрорайоне на 260 мест. Sonra ise Devlet Milletlер-ара комитетінің рейсі Альберт Кангиев шер мемуриетінде жемат ile көрішті. Емді да шахси гражданлар қабылыны кечірді. 30-дан зияды адам өз esas meselelerini seslendірділер. Küçük Yaşlav Koyunun imamı haber etti ki, cemi için mesken berildi ama bu yerini musulmanlar beğenmeyler. 20 соток земли, во-первых, это мало. А во-вторых, в этом месте, где нам показали, как бы порекомендовали, там все воды со всех улиц туда стекаются. То есть это место нам не подходит. Kuruşuvde Ароматная Koy Şurasının reisi Irina Lizagup айтқанына көре, олар ерлі сәкинлерге ярдым etmege hazırlar. Встретимся и совместными усилиями решим, где будет этот участок расположен. Мы не против, то есть мы готовы идти навстречу. Теберті koyu suvнен teminlев meselesi de müzakere etildi. Mında suv grafik boyunca берілі. Skvajinalar koy hocалық topraklarında yerleşe bu mesele endi çözüldü deyler. Endi Leyxasmeta vesikalar hazır ve ekspertizaga yollanıldı. Будут выделены деньги из средств республиканского бюджета на выполнение строительно-монтажных работ. Данная проблема находится на личном контроле у главы республики. Практически еженедельно мы отчитываемся о выполнении мероприятий. Составлена дорожная карта. И от этой дорожной карты мы не отходим. Надеемся, что эта проблема будет решена к концу 2020 года. Альберт Кангиев айтқанына көре, топлашуда сеслендірілген эпсі-суалер муниципаль севиеде чезіле біле. Все вопросы находятся в стадии разрешения. Я озвучил перед людьми посыл, что все то, что сегодня происходит в Крыму, инфраструктурные изменения, они однозначно коснутся всех живущих на территории Крыма. Однозначно коснутся. Но понятно, что это не может произойти за какой-то промежуток времени короткий. Все должно быть в плановом режиме, все должно быть последовательно. Devlet Milletlер-ара комитетінің реберлігі мұнтазам суретті Қырымның регионларына еттіп бара. Невбеттеки бойлет әдбірақында комитетінің сайтында малюмат алмаға мүмкін. Айша Шулакова, Эрвин Амиралиев, Милет үшін. Қырым итальянлары қанунсыз сұрғын әтілгеніне 78 ел толды. Керечте матем тәдбірлер өткерілді. 42 сенесі итальянларнен толы геме елға чыққан сәлде құрбанларының қатырасына аңдылар. Мевзоны мұғбірлеріміз девам етем. I bambini, le donne, gli anziani ci chiamavano fascisti. Bu итальян тілінде yazılған шиырның сатырлары, олар ағырты, репрессиялар ғайырдан тікленілі фақында. Керечте Белинский адына китапханеде Қырым итальянларының қатырасыны анымақ үшін онларca адамлар топланды. Бүгін мұнда мектеп тәлебелері, акимиет векелері ве 42 сенесі одешетлі вақияларыны башындан кечіргенлер. День памяти отмечают не только в Крыму, в Италии, в городах Рим, Милан, Бари, в этом году еще и Пьяченца. В годовщину депортации итальянцев из Крыма тоже были проведены памятные церемонии
Месы цепи. Италия экинчи жаан женки деверинде Алманиянын бераберликте еді. Совет акимияты итальянларны 5-ші колонна деп сайды. О вақыт оларны Гитлер сиясетіне қол тұтывда қабаттылар ве башта Сибирге, сонра есе Қазақстанға сүргін еттілер. Елға шыққанлар епсі кереклі ерге барып етмеділер. Итальянлар юкленген бірінші гемі суға батты. Бұндан сон Шимали Қазақстанға же ұзын ел суық авада, ялан яя, құрбассыз ач. Чоқыслары бөле қиқан dayanıp olmadılar, elak oldular. Vende olarını ecatları elak olganlarını katırap su üstüne çiçekler ve gülçemberler koyalar. Скажите, что вы чувствуете, когда бросаете вот цветы в воду? Вы знаете, очень, не знаю, прям слезы наворачиваются. Я вспоминаю свою бабушку. Вот она, когда рассказывала мне, как они плыли на корабле, ну, видимо, это был такой ужас, потому что она сказала, что их заперли в трюме, дети кричали, все кричали, что услышали, что налетают бомбардировщики. Кырымда әлі сонки сефер жедвелге алынуылы бойынша итальянлар олара ходзілеріні тек 80-ге яқын адам қайдетті. Ама ресми олмаған менбарлар бойынша оларны сайысы 500-ден зиядедір. Кырымда яшаған диаспора итальянлар ресми севиеде реабилитация етілмесі артындан тап 91-ші сенесінден бірлі чапқалай. Вете 2014 сенесі олар адалетлі қарарны ештілер. Енді епсі қабатлар кечміште ве итальянлар сүргінлікнің құрбанларыны ел ресми сүрет Кайтетелер Эльмасы Блакимова, Рамазан Аливапов, Миллет Ичун. Алтын алма Исмаил Гаспринский адына китапханесінде масалар жиынтығы тақдим етілді. О бірден екі тілде, яғни Қырым татар ве рус тілерінде нешір етілді. Бізім телевизион тақымымыз китап үзерінде çalışқанларнен сөбетлешті ве тәфсілатларнен пайлашмаға азыр. Қырым татар китапханесінде классик музыка сонрайсы милли авалар янгырай. Бүгін Мелли китапханенің рафларына алтын алма адлы нешір қошылды. Бұ серек раст келген Қырым татар масаларының жиынтығыдыр. Оның тиражы 1000 нұсқа. Бұл бүтін ренглі китап. 232 сайфе ве балара ве айлеви оқыва бұл пек мирақлы ве кереклі олған олур. Ана тілін огренме ве бетте біздің байлығымыз, зенгенлігімізі білмеге. Иллюстрациялар üzerinde yaş ressam Fevzi Yakubov adına üniversitetin mezunu Osman İslamov çalıştı. Kitapның жылтында Oyskar babasını tasvir etti. Tek acayip bir malumat men için. Birinci sefer asılda tatar masallarının rast geldim. Meraklan. Алтын алма bu екі тілді нәшір етілген Қырым татар масаларының жиынтығыдыр. Рус тіліне Зера Эмирсуин тәржіме етті. Ішке бірден янаштылар, эсасы милли өзгінлікні сақлап қалмақ еді, дей Зера ханым. Мы переводили, подыскивали синонимы, но чтобы близко очень было, чтобы не отходить от текста. И в то же время, чтобы это было и красиво, и читаемо. Вот, чтобы, как говорится, ласкало слух тоже. То есть вот мы в одной упряжке с Идеей Ханум, конечно же, можно сказать так вот, пропахали всю поэтику сказок. Жиынтықның тәртіп етіжелері бұл китапның нешір етілуіні 4 елдан зияды бекледілер. Әнді о екене Қырым татар китапханесінің қысымы олды. Бүгін мұнда 50.000-ге яқын китап сақланыла. Китапларың içinde pek çok birer nusxa kitaplары бар ve 2000'den ziyade сирек келген китапларымыз бар. Олар Қырымда женктен evvel шыққан китаплардыр. Қырым татар нешірлері графиканың уч девіріні тақдим еті. Ағымдаки сененің сентябрь айында Гаспринский адына китапханеміз ачылып күнінден 30 жылығыны қайдетежек. Султан Истакаева, Фатиме Сейдаметова, Виталий Голубев, Миллет Ичун. Шымдықы дақаға бұл епсі қаберлер кележек ең мұзны 21 бұчуқтаққа черманасы қарлақ шамлар.